Ең жақсы бала қандай бала? Тыныш отыратын бала, дұрыс па? Келісетін шығарсыз? Ең жақсы бала тыныш отыратын бала. Ой, қандай жақсы бала екен дейді, тыныш отырады. Мен келіспеймін ондай адаммен. Өзінің еркі жоқ. Бәр жағын тұсап тастаған адамда, сіз енді ойлаңыз. Бір ата-ана өзінің баласын өсіріп жатыр. Еш нәрсе істеме, үйтпе, жүрме, тұрма, үйтпе, ұстама, отырма, үйтпе. Енді ол отырамайды да, тұрамайды да енді, тұр ол, дүбәра. Сөйтеді да, ең жақсы бала дейді, тиіш отырған бала дейді, болды. 20-ға келгеннен кейін айтады, 20 жыл тәрбиелеп қойды, 20 жыл өтіп кетті, 20-ға келгеннен кейін баласына айтады, балам бір нәрсе істемейсің ба дейді. Неге отырсың дейді. Оны сен 20 жыл тыныш отыруды үйретіп қойдың ғой, қалай енді ол қимылдайды енді ол. Сен оған таңдау берген жоқсың ғой, қалай ол өмірге шығып таңдай бастайды? Ол өзінің киімін таңдай алмайды керек болса. Сіз баланың еркіндігінен айырып жатсыз, байқадыңыз ба? Сіз баланы құл қылып жатсыз.